Қайырлы күн достар, менің есімім Балжан. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын мини пончиктардың рецептімен бөлісемін. Барлық қажетті ингредиенттерді описанияға жазып қоямын. Алдымен 2 жұмыртқамызды жарып, оның үстіне сгущенкамызды құямыз. Сгущенкамызды құйып болғаннан соң үстіне қопсытқышымызды салып, венчикпен 1 келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. 1 келкі масса болғаннан кейін барып, үстіне илектен ұнымызды өткізіп, алдымен қоюланғанға дейін венчикпен, қоюланғаннан кейін қасықпен, содан кейін барып қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бізде өте жұмсақ қамыр шығады, және де көп уақытта алмайды, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Мінекей қамырымыз өте жұмсақ болып шықты. Алдымен тақтайымыздың үстіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды үстіне орналастырамыз. Содан кейін барып қамырымызды видеода көріп тұрғандай пышақпен кішкентай бөлшектерге бөліп аламыз. Қамырымызды осылай бөліп болғаннан кейін әр қамырды жеке-жеке майдалап, домалақтап жайып алатын боламыз. Осы видеода көрсеткендей істесеңіздер болады. Алдымен тақтайымыздың үстіне азырақ ұнымызды сеуіп, содан кейін видеода көрсеткендей қамырымызды осылай майда етіп жайып шығамыз. Майда етіп жайып болғаннан кейін пышақпен осылай кіші бөлшектерге бөліп аламыз. Тура осылай пісіріп алсаңыздар да болады, немесе мен сияқты әр қамырды жеке-жеке домалақтап пісірсеңіздер де болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Пончиктарымызды кішкене қызып тұрған отта қызарғанша қуырып аламыз. Егер де майларыңыз қатты қызып кеткен жағдайда пончиктардың ортасы піспей қалуы мүмкін. Сол үшін жай отта қызарғанша пісіріп аламыз. Қызарғаннан кейін барып пончиктарымызды майдан шығарамыз. Осылай барлық пончиктарымызды сүзіп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де әсемдік үшін бетіне сахарный пудраны сепсеңіздер де болады. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымнан өздеріңізге қажетті печенье, салаттар, неше түрлі рецепттерді табатын боласыздар.